Сәлем, менің көрермендерім. Бүгін менің рецептімменен блинчик жасайтын боламыз. Алдыменен бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Ағы мен сарысын араластырып болғаннан соң сұйық май құямыз. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып тіркеле отырыңыздар. Енді майымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Бұл маңызды. Және мынандай Петропавловский 6% сүттен осы 1 литрін құя саласыздар. Сосын ұнын саламыз. Ұнын салып жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден салып жүрмейміз, осылай бөліп саламыз. Видеоны асықпай соңына дейін қараңыздар. Соданы саламын. Қасықты толтырмай, бір ас қасықты толтырмай саласыздар. Жақсылап араластырып аламыз бұнда. Қалған ұнымызды салып араластырамыз. Болған массамызды екіге бөліп аламыз. Массаны міндетті түрде 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Бөлген массамыздың біреуіне міне какаоны сеуіп жатырмын. Біреуі шоколадный блинчик, екіншісі ақ блинчик болады. Блинчигімізді жақсылап араластырамыз. Өйткені қамық жүрмеу керек. Міне осындай сұйық болу керек. Табаға салғанымызда тез жылжитындай. Табамыз қызды. Блинчигімізді салып шетінен пісіреміз. Осындай пузырькі әдемі біркелкі шықса, демек масса дұрыс деген сөз. Егер массаңыз дұрыс болмаған жағдайда пузырькілер ірі болып кетеді, немесе пузырькі осылай шықпай қалады. Демек ол ішіндегі жұмыртқа, ұн және де сүттеріңізге де байланысты. Егер олар өзгеріп басқаша салынса, масса да өзгереді. Міне, әп-әдемі болып пісті біркелкі. Осылай шетінен пісіріп аламыз. Ағын да қарасын да дәл осылай пісіреміз. Блинчикті жай отта пісірмеңіздер. Міндетті түрде қатты қызып тұрған отта пісіру керек. Міне, дайын шетінен. Блинчигімізді пісіріп болдық. Енді крем дайындаймыз. Креміне 2 ас қасық қант және 1 ас қасық сгущенка керек. Және 3 ас қасық осындай крем чиз деген саламын мен. Крем чизді жақсылап араластырамыз. Қант еру керек. Қантын ерітіп, міне, енді сливкімізді құямыз. Сливкіден 3 ас қасық құямыз. Креміміз дайын. Не блинчигіміз біркелкі әдемі піскен. Жұқалығы да қандай әдемі. Тесіктері де біркелкі.
Енді блинчиктерімізге дайын болған кремімізді жағып орап шығамыз. Мен блинчиктің массасына, қамырына ешқандай да қант қоспадым. Өйткені мен креміне қостым. Массасына да егер креміне де қосатын болсам, бізде ондай қатты тәтті ұнатпайды. Егер өз қалауларыңыз бойынша ұнатып жатсаңыздар, өте тәтті болсын десеңіздер, бір ас қасық қант қоссаңыздар болады. Міне енді рулетімізді дайындап жатырмыз. Рулетіміздің каждый слойына крем жағып, ең үстіңгі слойына қарақаттың вареньясын жақсаңыздар болады. Алманың вареньясы, өз қалауларыңызша қалаған вареньяны жақсаңыздар болады. Бес 6 қабат жасасаңыздар болды. Одан ары қарай уже қалың болып кетеді. Дайын крем холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.